адам бол. Адам болғаннан кейін халқыңа адал болып қызмет атқаруға ұмтылыңдар айналайындар деп өсиет, ақыл айтып отыратын. Осы мектептің ашылуына Нышанбай ағай көп еңбек сіңірді. Декретке шығып бартқанымызда ағайдың айтқаны ғой сонда. Әй, сен үшеуің бірдей кетіп барасыңдар. Бұл сабақты кім береді енді? Сендер нап кезекпен кетпейсіңдер. Кезінде біздің әкелерімізге де сол бірге жүруді бұйырған екен. Екеуі де ұстаз, екеуміз де ұстаздың баласымыз. Атамызды жақсы білеміз. Ол кісінің артынан тек қана жақсы сөз ерген. Екі мектеп соқты деп. Сол бірінші 4 жылдық мектебінде біз бірінші класстан бастап оқыдық. Мынау біздің Алғабас ауылындағы мектеп, ескі мектеп дейміз, бірақ бұрынғы сол кездегі жаңа мектеп 1970 жылы ауыл азаматтармен асарланып, соққан, асарлатып, кірпіш құйып, ауыл азаматтарының еңбегі де көп. Менің әкем Нышанбай, әкеміз басшы болып, сол кезде мектеп директор еді. Сол кісінің арқасы және көп елдің көпшіліктің арқасында бітті. Әкем осы бастамақ қылып, қолдау бастап, соғылып біткен мектеп бір жазда бітіріп шыққан сол жылы. Сөйтіп, 1955 жылғы балалар осы жерде 8 жыл мектептің 70 жылы бірінші выпускысы. Содан кейін мынау мектептің сол жағын бір 10 жылдан кейін мынау беткейі қосылды, жағы көрсетіп тұрмын, қазір үш апай тұр. Мынау алдына осы есіктен кіретін біз. 8 класс едік, бір класстан. Сол ағайлар осы жерде оқытып, сол ағайлардың, апайлардың қазір 5-6-ы бар бұл өмірде. Мынау шетке бөлмеде директорский кабинет болған. Мен әкем Нышанбайдың кабинеті. Бұл жаңа мектептер соғылған соң халықтың игілігіне берілді, осы жерде тұрып жатыр. Мен Бақыт 59 жылғы баласымын. Осы класс біздің класс еді. Осы бөлме. Міне бір класс еді осы жерде. 16 бала, 8 бала, 8 қыз еді. Екі қатар парта қойылады, мына бір қатар парта, мына бір қатар. Міне доска тұрады мына жерде. Осы жерде ағай апайлар жаңағы сабақты жазып, түсіндіріп, класс еді жанымыздағы. Шауып ойнап жүретінбіз осы жерде. Шауып ойнап жүгіріп жүретінбіз осы міне. Осы класста міне. Осы жерде мен бітіріп кеткенде 40 жыл болды дәл осы мектепте. Мынау апай кіріп көрсетіп жатқан осы көкемнің жаңа директорский кабинет болған, директор бөлмесі еді, көкем отыратын осы кабинетте. Жаным әке, барым әке, өмірге баптағаным, қуанса да, мұңайса да, ерміне сақтағаным, адалдығы адамды. Әкеңіздің бұл дүниеден өткеніне неше жыл болды? 21 жыл болды қазір. Әкемнің еңбектерін бағалап отырсыздар, естіп отыр мен қазір мына жерде барлығын. Сол кісінің тәрбиелері бізді әлі алға жүргізіп келе жатыр. Сіз әкеңізді сағындыңыз ба? Әрине сағынасың. Қанша жыл өтті, естен шықпайды. Әкесі барадан бері әр уақытта жаманшылық көрмейді, жақсылық көреді. Мен ол кісінің айтқан несін бір уақытта неғылмай ұмытпаймын. Бала шағым жүйесі өніп, қазір түрлі қызметте жүріп жатыр. Мен әр уақытта өзім ұрпақтарыма, балаларыма айтып отырамын. Менің әкем осындай болған, Нышанбай деген кісі деп. Әкеңізді сағындыңыз ба? Әрине сағындым. Әкешім осы уақытта тірі болғанда әкешім 100-ге толатын еді. Осы біздің қызығымызды көріп, немерелеріміздің қызын көріп, шөберелердің қызын көріп ортамызда отырар еді. Әкеңізді сағындыңыз ба? Балажан еді, бізді оқуға да алып баратын, пойызға отырғыз жіберетін, пойыз жүргенше қарап тұратын қол бұлғап. Әкеңіз қазір жаныңызда болса не айтар едіңіз? 18 жасында соғысқа аттанған. Сол соғыстан аман есен келіп, мына бізді 13 баланы дүниеге әкелген. Соған мыңда бір рахмет айтатын. Әсіресе мамандық таңдауымызға көп бағыт берген арқасы деп ойлаймын. Көкем мен апамды қатты сағындым. Әкем қазір қасымда болса, әкемнен көп ақыл кеңестер сұраған болар едім.
күзге қарай соның өнімді жеп жатқан кезде көрдіңдер ме балаларым? Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті дейтін. Сол кезде жасамасақ, сонда осындай өнімді жемейтін едік деп. Расында да Гүлшекеннің балалары барлығы жақсы, қызмет істеген, жалпы адамгершіліктерін мол, өйткені ол барлығы үйдегі тәрбиеден ғой. Мен Әлмесов Түлкібай Әлмахамбетұлы 1938 жылы 1 сентябрьде осы Алғабас ауылында дүниеге келгенмін. Міне осы менің таңлағаным мұғалімдік мамандық болып, осы мамандықта 18 жасымда еңбек өтілім басталып, 20 жасымда математика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарып, зейнеткерлікке шыққанша сол математика пәнінің мұғалімі болып қызмет істедім. Алғабас ауылының бастаушы мектебінің 8 жылдық мектепке ауысуына байланысты 1969 жылы 1 сентябрьде Алғабас 8 жылдық мектебіне математика пәнінің мұғалім болып ауысып, Нышанбай ағайменен таныстым. Мінекей сол Нышанбай ағайменен зейнеткерлікке шыққанша сол кісімен бірге қызметтес болып жұмыс атқарып келдім. Ол кісінің ұстамдылығы, адамгершілігі, мұғалімдерменен, үлкендермен және оқушыларменен қарым-қатынасы өте ұстамды болып келді. Ал енді ол кісінің өзі тарих пәнінің мұғалімі бола отырып, еңбек сүйгіштігінің соншалықты 55 жасында, шамалап сол 55 жасында болу керек, пединститутқа сырттай оқуына түсіп, зейнеткерлікке шығарының алдында диплом алды. Міне осының өзі нені байқатады? Еңбек қорлығының және оқушыларының алдында білімін көтерудің арқасында міне елге зор беделге ие болды ол кісі. Және тағы да айта кететін нәрсе, ол кісінің ұстамдылығы өте өз орнында болды. Мысалыға, оқушылардың апта сайынғы линейка болып, апталық қорытынды жасаған кезде оқушыларға тек қана оқы және оқы шырақтарым. Мына адам бол. Адам болғаннан кейін халқыңа адал болып қызмет атқаруға ұмтылыңдар айналайындар деп өсиет, ақыл айтып отыратын. Мінекей өзінің бала шағаларын, ұл қыздарының барлығына да жоғарғы білім беріп, әрқайсысы өзінде тиісті мамандықтарын алып, өсіп, өніп отырған жан. Бұл жердегі жеңгеміз Жібекайдың да Батыр ана қатарында болды. Ол кісі де алғашқы мектепте тек қызметкер болып жұмыс істеп, кейін зейнеткерлікке шыққанша ол кісі де мектепте қызмет атқарып келді. Ал енді айтарым, мына ұл қыздарының барлығына осыншама тірлік істеп жатқанына рахмет. Бастарыңнан бақ кетпесін, елдің алдында адал қызмет атқарып жүрулеріңе тілектес екенімді білдіремін. Мен Қосмұрат Байбек 1957 жылы Алғабас 8 жылдық мектебіне қабылдандым. Сол кезде жаңадан ашылып, соғылған мектеп еді. Осы мектептің ашылуына Нышанбай ағай көп еңбек сіңірді. Ол кісі өте психолог кісі болатын. Мұғалім жанын, оқушылардың жанын жақсы түсінетін болған. Мұғалімдерге көп көмек дейді. Сабақты жақсы өткізуіне және оқушыларға да көп көмек дейді. Оқушылар жақсы көретін, мұғалімдер жақсы көретін. Мынау ауыл шаруашылық жұмыстарында болсын, басынан аяғына шейін болатын. Бірге барып, бірге қайтатын. Оның
мысалға оқу жылының соңында мамыр айларында бір күндік экскурсия болатын оқушылардың. Сол кезде тауға шығып, тауға шығатынбыз. Тауға бірге барып, бірге келетін. Мен осы мектепке бейне өнер және су пәнінің мұғалімі болып орналастым. Алматы көркемсурет училищесін бітіріп келсін. Сол кісінің басшылығының арқасында маған үйірме жұмыстарын өткізуге көп көмегін тигізді. Және сабақты жақсы өткізуге де көп көмегін тигізді. Бірнеше аудандық семинарлар өткіздік мектепте, осы бейне өнері бойынша. Және де бейне өнері бойынша аудандық көрмеде оқушыларымыз бірінші орыннан көріне білді. Облыстық көрмеде 3 жұмысымыз бірінші орынға көтерілді. Онан кейін республикалық сурет көрмесінде де 3 жұмыс бірінші орын алып, бүкілодақтық көрмеде, Сочи қаласында өткен көрмеде бір жұмысымыз қатысты. Міне сол кісінің кең пейілдігінің арқасында және де көп көмек беру арқасында осындай нәтижеге жеттік. Нышанбай ағай коллектив арасында өте талапшыл болды. Және де мұғалімдерге көп көмегін тигізді. Көп көмек. Соның арқасында мектепте көптеген семинарлар өтіліп жатты аудандық. Және оқушылар арасында да үлкен жарыстар болып тұрды. Аудандық болсын, сондай жарыстарға қатысуға көп көмегін септігін тигізді. 1949 жылы дүниеге келгенмін Ақбиік ауылында. Бұл жерге Алғабас ауылына 1967 жылы отау құрып Түлкібайға ерге шықтым. Содан өшерге келіп 10 жылдай сәдікте тәрбиеші болып істедім. 87 жылы даярлық класы ашылғасын сөрде ұстаз болдым. Балаларға тәрбие бердім. Сол кезде Нышанбай ағаймен бірге жұмыс жасастық. Ол кісінің адамгершілігі, адалдығы, сондай бізбен әте келіндермен, келінге жаңа ешқандай жаман сөзі жоқ, жақсы тәрбие беріп, бізді өзінің баласындай көрді. Ол кісіге көптен көп рахмет. 15 жыл мектепте даярлық класында бердім, одан еңбек сабағында бердім, содан 45 жасымда пенсияға шығып кеттік. Нышанбай ағай ең керемет, әділ, адал кісі еді. Біз 3 мұғалім ұстаздар, Тойбекова, Күлзабира, Әзбергенова, Ұлбике, мен үшеуміз бірден декретке шығып бартқанымызда ағайдың айтқаны ғой сонда. Бұл ағайдың жанашырлығы, мектепке деген, оқушыларға деген жанашырлығы, сен үшеуің бірдей кетіп барасыңдар. Бұл сабақты кім береді енді? Сендер нап кезекпен кетпейсіңдер деп айтқан сөзі әлі есімнен кетпейді. Ол кісінің сондай сөзін өзі бізге деген жанашырлығы, оқушыларға деген жанашырлығы тәрбиесі ғой. Содан бізді май айында саяхатқа оқушыларды апарып, тұрумызға бізге көп жағдай жасап, өзімізді әйтеуір ешқандай жаман сөзін естіген жоқпыз. Енді ұл қыздарына рахмет, әура ғырза болсын. Мінекей бала шағасы, ұл қыздары ағайды еске алып, ас беріп атқанына мыңда бір рахмет деймін, қабыл болсын. Құрметті мынау аса жиналған көпшілік, мынау Борғауытаудан Кемалан үйінде отырмыз. Мынау ауылында әулетімен құда болғанда кәлі 35 жыл ақ кетіп жүр. Ал енді мынау Исалау қамызда көп араластырып, оның өзі әкейдің өзіне тоқтағы келеді. Ақыда қай жылы, қай минутта өткенде дейін айтып отырады. Содан бұшында қағыдатын солай есе қабілетін өте жоғары болғанын. Үйген қырамыз өте деніздер өте ширақ.
өте бір қонақ еді ғой, денесі деген шағыр өзі қайын мынау. Жаңағы беріп отқан мынау Құдайларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз асыл болсын. Нүшекеңнің артында қалған ұрпақтарына мынау деннің саулығын тілеймін, деннің саулығын, иманның байлығын, екі дүниенің жақсылығын тілеймін. Мынау бар уақытта әйтеуір мынау Нүшекең бүгін аунап тұрған шығар, бүгін енді мына 100 жылдығында осындай үлкен бір еске алу асын өткізіп жатқан мына ұрпақтарына өте бір рахметімді айтамын. Ал Құдамның жатқан жайлы болсын айналайын. Бар уақытта осы 9 әулетінде жақсылық болсын. 73 жылы біздің Құралай әпкеміз осы Нышанбаевтың келіні болып түсті. Әсіресе есімізде қалғаны ұлыс соғысының жеңісі болғанда 40 жылға толғанда. Сонда Алматыға келіп, менің әкем де отан соғысының ардагері. Бәрі құдаларын шақырып, ішінде Нүшекең де әрине бар. Сонда жақсы есте қалғандай болды сол мерекені. Отырмыз, өздері өлең айтып, естеріне түсіріп, бәрін өткен кеткенде. Өздері менің де әкем мұғалім. 50 жыл мұғалім болды. Анам да мұғалім. Сөйтіп өздерінің әңгімелері жарасып, сондай жақсы қатынастық. Енді біз не айтатын немен енді? Расында да Нүшекеңнің балалары барлығы жақсы қызмет істеген, жалпы адамгершіліктерін мол, өйткені ол барлығы үйдегі тәрбиеден ғой. Нүшекең туралы айтсақ, Нүшекең шынымен де жүрегі таза, сондай адал, жақсы, өзін аямай қанша еңбек жасады, естіп жатырмыз барлығын. Балалар да соны үйде не көрді, соны бәрін өздері сол балалар да жасады, немерелер де міне Құдайға шүкір барлығы аман есен кәдімгідей азамат болып жатыр. Енді Нүшекеңнің жатқан жері жайлы болсын, топырақ жеңіл болсын. Нүшекеңдей құда болғанға біз де бақытты деп санаймыз өзімізді. Нышанбай атамыз да осы істерге жұмақ жақтан бір жымиып күлген жоқ па? Абыроймен өткізілген осы асымыз Алладан сауап болып келген жоқ па? Тағы бір есте қалатын қызықты айтатын болсам, мені 1-ші классқа баратын кезде әке-шешем өздерінің қолына алып алды. Оға дейін мен ауылда апа мен атаның қолында тұрған едім. Інім екеуміз, Ербол екеуміз ауылда тұрдық. Қыстың кезінде ауылға барып, аяқ қолымнан жаңағы тырнақтарым бәрі түсіп қалған, аяқ қолым түсіп қалған болатын. Сонда да менің атам мен апам әке-шешеме ұрсып. Нышанбай атаммен алғаш күйеу бала болып келген күннен бастап мені күйеу бала емес, өз ұлындай сыйлап, жақсы қарсы алды. Сол атамыз әкеп берген ғой, сол кітапты ашып екеуміз оқып, сол Катюшаның әнін айқайлап тұрып айтатын едік. Соғыс кезінде елдің бәрі естісін деп секіріп кроватьқа, темірдің кроватьқа. Негізі атамыз сондай жақсы, мейірімдетін. Ауқаттанып алыңдар деп апам екеуміз сөйтіп өмір артымыздан жүретін еді ғой келген кезде. Өте қатты сағындық. Кішкентай кезімнен бастап мен сол атаммен әжеміздің қолында өстік. Мектепке барғанша сол үлкен кісілердің тәрбиесін алдық. Кішкентай кезімізден сол бізді өсірді, тәрбие берді бізге. Атамыздың ардагер ретінде еңбегі сіңіп ауылымызға, осы ауылымызға бір емес 2 мектеп салдырған. Әкеңіз қазір жаныңызда болса, не айтар едіңіз? Әттең әкем қасында жанымда жоқ қой қазір. Айтатын әңгімем көп еді. Әттең дер едім. Менің әкем Нышанбай 9 ұлы өте керемет кісі болған. Өзінің бар өмірін, өзінің еткен еңбегін отанына деп адал қызмет етіп, тәрбиесіменен елімізді көгертуге, елімізді жаңартуға, елімізді алға бастыруға өзінің үлесін қосқан адам еді. Ал енді мен әкем қасында болған жағдайда мен айтар едім. Көке, осы еткен еңбегіңіздің
жақсылығын, пайдасын көрдіңіз бе дер едім. Сонда ол кісі айтуы мүмкін. Мен барлық жағынан да қызмет еттім, барлық жағында байқадым. Ал енді менің бар байлығым, менің бар көргенім осы Алланың берген 13 бала ұл қыздары. Соларды аяғына тұрғыздым. Жететін жеріне жеткіздім, оқыттым, шоқыттым. Ал қазір сенің өзіңнің Өсербай, сен өзіңнің жанұяңда 5 бала-шағаң бар. Оның біреуі ұл болса, 4-еуі қыз баласы. Осы сол 5-еуінің 4-еуі ғылым адамдары. Сол үшін мен саған айтарым, одан да бетер сен мені тыңда, мен сені тыңдайын. Одан да бетер олар ары қарта жалғастыра берсін. Елімізге пайдасын келтіре берсін. Онымен тоқтап қалмасын дереді. Ал мен ол кісіге көке рахмет, жатқан жеріңіз жанатта болсын, топырағыңыз торқа болсын. Алла алдыңыздан жарылқасын. Біліп білмей жасаған жіберген кемшіліктеріңізді, қателіктеріңізді, кінәларыңызды Алла кешірсін. Ал бұл жақта бізде бәрі жақсы. Бала-шағалар өсіп өніп жатыр. Еліміздің біреуінің алды, біреуінің мен бірдей болып өмір сүріп жатырмыз. Елде жаңарып келе жатыр, халық та жаңарып келе жатыр. Жақсылық жол көп болайын деп тұр. Сол жақсылықты сіз ана жақта жатып бізге ниет қылсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Ал көке, ешқайсымыз бұл өмірде құзғын болып жүрмейміз. Бәріміз сояққа барамыз. Алла жақсылықпен жолықтырсын. Жатқан жеріңіз жанатта, топырақ торқа болсын. Құрметті қонақтар, туған туысқандар, ағайындар, сіздердің менің әкемді сыйлап, жұмыстарын, тірліктерін түсінгендеріңізге мыңда бір шүкіршілік тоба етеміз. Әкемнің еңбектерін бағалап отырсыздар, естіп отырмын қазір мына жерде барлығын. Ол кісінің еңбегі деген аса көп халықтың алдында. Өзім сол кісінің қолында мұғалім болып істедім. Семьясында 13 бала, 13 баланың бәрі білімді, бәрі мұғалім, барлығы физик, математик мамандықтары, тарихшы. Олардың тәртіптері де, халықтың алдында істері де жоғары. Әкемнің тәрбиесін алған кісілер барлығы. Анам еңбекқор кісі болған. Сол кісінің тәрбиелері бізді әлі алға жүргізіп келе жатыр. Олардың еңбегін балалар емес, халық біліп отыр. Халыққа, туған туысқандарына, үкімет адамдарына, барлығына алғысымды айтамын. Барлықтарыңыздың неге 100 жылдыққа қатысқандарыңызға өте рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Сіздердің де балаларыңыз, қыздарыңыз осындай дәрежеге жетсін деп ойлаймын. Мына балаларына, қыздарына, келіндеріне, бәріне рахмет айтамын. Әкелерінің еңбектерін бағалап, осындай үлкен тірлік жасап, халықтың алдында көрсеткен үшін көп рахмет айтамын. Барлықтарыңызға денсаулық, ынтымақ, береке берсін. Балаларыңыз, қыздарыңыз осындай менің әкем мен шешемнің жолын берсін балаларыңызға, қыздарыңызға. Сіз әкеңізді сағындыңыз ба? Әрине сағынасын. Қанша жыл өтті, естен шықпайды. Менің әкем 9 Нышанбай 1942 жылы Сталинград түбінде қанды майданға түскен. Ол кезде 20 жастар бала ерлігімен көзге түсті. 2 рет қызыл жұлдыз орденін алған адам. За отвагу Сталинграда. Сол ерліктер үшін 2 қызыл ту орденімен және Сталинград қорғауға ерлігі үшін медальдармен наградталған. Сонан соғыстың Сталинградтан бастап Германия Дрезденде соғысты аяқтаған. Содан кейін елге қайтқан, оралған соғыстан кейін. Сонан кейін өз ауылында сол қартайып 80 жасқа шейін сол Алғабас ауылында өмір сүрген. Мен Кәрима Нышанбай қызы, әкемді жақсы көремін, әкемді сағындым. Өте жақсы адам еді.
өмірден кеткені 21 жыл болды. Мен әкемді жақсы көремін, өте сағындым. Әкесі бар адамдар әр уақытта жаманшылық көрмейді, жақсылық көреді. Мен ол кісінің айтқан несін бір уақытта ұмытпаймын. Маған барлық жақсылықты, маған барлық тәрбиені көрсетті. Жаманшылығы жоқ әкемнің. Әкем барлық уақытта тек қана адамгершілікті, мәдениеттілікті, ұқыптылықты, еңбекке баулуды көп үйретті. Мен әкемді жақсы көремін, сағындым. Әкеміз Тоғыз Нышанбай Алғабас ауылында 1937 жылы соғыстың алдында, Ұлы Отан соғысының алдында училищеде оқып жүріп, аяқтамай жатып, Алғабас мектебінде мұғалім, бастауыш мектепте мұғалім болып бастаған. Сөйтіп соғысқа қатысып, соғысқа кеткен 1941 жылдан бастап, соғыс біткенше қатысып, 46 жылы келгеннен бастап мектепте Алғабас ауылында бір жерде тапжылмастан өмірінің соңына дейін мектепте бастауыш мектеп меңгерушісі, 8 жылдыққа, ол мектепті 8 жылдыққа айландырған. Оны 2 рет ауылға мектеп салып беруге ұйытқы болып, өзінің қаржысымен, өзінің ұйымдастыруымен, елдің көмегімен 2 рет мектеп салған. Қазір сіздер оны көресіздер. Ал сөйте жүре, ол мектепті бітіріп, одан кейін 10 жылдыққа айландырған. Кейін ол мектеп 10 жылдық болды. Оның бірі 1938 жылы салған екен. Екінші мектепті 1970 жылы салған. Ол 8 жылдық мектеп болды. Сонда өзінің жолдастарымен, өзінің ауылдың азаматтарының күшіменен, ол кезде советтік елде қиындау кез болатын. Сондықтан елдің күшіменен, көптің көмегімен саған. Ол сол мектепте оқыған жігіттердің көпшілігі қазір жоғарғы қызметтерде болды, жоғарғы депутаттық корпустарда жұмыс істеді, ғылым академигі, ғылым докторына дейін қорған жігіттер болды. Мен өзім Тоғыз Нышанбайдың 13 баланың ішінде 4-шісі болып келемін. Дәл мен сол екінші салған мектепті 1970 жылы бірінші выпуск болып бітіргенбіз. Ол кезде 20 бала болып бітірдік. Кейін біз араларда Түлкібас станциясына барып оқыдық. От көрдіңіздер ме? Ол осы ауылдан Түлкібас станциясына барып келу 5-6 километр қандай қиындығы. Кейін ауылда мектеп салғаннан кейін, қазір осы уақытқа дейін, қазір бәрі осы ауылда оқиды, осы ауылда тәрбиеленеді. Сондай жұмыстар атқарды. Оның үстінде тағы менің есімде қалғаны, әкемнің сонша халықты қамқорға ала жүріп, жақсы оқыған балаларды оқуға барып жүруге, оларды қызметке тұруға көбіне ақыл кеңесін беріп отырды. Ол жоқшылық заман, басқа кездер, сол кездерде халықтың арасында ауру сырқат кісілерді докторға барып, емдетіп, солардың алғысын алған кісі. Оны көзін көрген кісілердің бәрі осы уақытта айтып келеді. Әкеміздің мен өзімнің қатты бағалайтын тірлігім, ол жалғыз өзінің балаларын емес, бүткіл ауылдың азаматтарын сондай жақсы оқуға, әрі оқып білім алуға үгіттеп, соларды алға тартып отырды. Мәселен, өзімізді жаңағы 13 баланың барлығын жоғары оқуға жеткізді. Құдайға рахмет, әкемізге рахмет, шешемізге рахмет. Біздерді ешкімнен кем қылмастан жоғарғы оқуларға түсіп, бәріміз үлкен азамат болдық, аман болдық. Бізді үйлендірді, жеткізді. Құдайға шүкір, қазір сол әкемізден 40 немере, 52 шөбере көріп отқан жағдай бар. Міне ауылымыз қазір үлкен ауыл болды. Біздің еліміз барлық жағынан асфальтталған жолдары, барлық үйде су тартылған, қазіргі заманға лайықты газ, нағыз өркениетті ауыл болды десек болады. Қазір біздің тұрған жеріміз сол кейінгі салған қазіргі Қазақстан
мемлекеттік өзіміз ел болғаннан бері соғылған ең соңғы жаңа мектептердің бірі. Қазақстанда салынған әрбір 100 мектептің біреу именно осы біздің ауылда салынды. Бұған ел президенті, ел басшыларына бәріне рахмет. Қазір өздеріңізде көріп отырсыздар, көресіздер. Алдымызда, мектептің алдында аллеялар пайда болды. Ол аллеяларда соғыс ардагерлерінің және бүткіл ауылдың еңбеккерлерінің еңбектері, батыр аналардың, осы ауылдың тыл еңбеккерлерінің тақталары бар. Жылда біз осы мектепке жиналып, бүткіл ауыл болып, 9 майда сол жақсы мейрамдардың бәрін бірге өткіземіз. Өте көркем әрі үлгілі. Сондықтан менің өзім әкемнің әрбір тарихын мақтанышпен айтамын. Өйткені әкем халық үшін, ел үшін, өзінің ұрпағы үшін еңбек еткен, қызмет еткен адам. Мен өзім мысалы ауыл шаруашылығы бітірдім. Мені де оқуға апарып, осы сен ауыл шаруашылығы маманы бол деп апарып, оқытып, тәрбиеледі. Одан кейін ауыл шаруашылығында жұмыс істедік. Колхоз экономикасын көтеруге бар күшімізді салдық. Мен өзімнің Түлкібас ауданы Азатлық колхозында ауыл шаруашылығы механикінен сол колхоздың төрағасына дейін қызмет еттім. Өздеріміздің сол еңбектің арқасында бала шағаларымызды өсірдік, жеткіздік. Қазір сол бала шағамыз өсіп өніп, қазір түрлі қызметте жүріп жатыр. Мен әр уақытта өзімнің ұрпақтарыма, балаларыма айтып отырамын. Менің әкем осындай болған, 9 Шамбай деген кісі деп. Ол кісі соғыс ардагерлер төрағасының төрағасы болды. Кейін пенсияға шыққаннан кейін осы Кемербастау ауыл округінің ауылдық округтың ақсақалдар алқасының төрағасы. 1995 жылы соғыстың біткеніне 40 жыл, 45 жыл жеңіс күнін тойлауда Алматыда ел президенті Назарбаевтың шақыруымен сол парадқа қатысып қайтты. Соңындағы алғыс хаттар алды. Сол алғыстардың бәрі нелерде жазылған, архивтерден көре аласыздар. Сондай мен әкемнің сондай азамат болғанына өте қуана айтамын. Егер ол кісі тірі болғанда әрине 100 жасқа келер еді. Біз бүгін енді сол кісінің әрине ол кісі 2001 жылы өмірден өтіп кетті. Енді біз қазір бүгінгі күні сол кісілердің арнап 100 жылға толған той ретінде ас беріп жатырмыз. Туған туыстарымыз, жекжаттарымыз, ұрпақтарымыз, балалы шағаларымыз, немерелеріміз бәрі келіп, міне сол әкеміздің, олардың аталарының мерейтойын атап өтіп жатқан жағдайымыз бар. Мынау алыстан мінекей Гүлнұр қызымыз, мынау өздерінің жолдастарын, әріптестерін ертіп келіп, осындай ауылымыздың дәрежесін, әке шешеміздің аталарының басқан іздерін бәрін көрсету үшін осындай шаралар өткізіп жатырмыз. Мен ойлаймын, біздің ұрпағымыз әкеміздің 9 Шамбайдың бастаған жолынан таймастан осы Қазақстанның атын шығарып беруге көп күштерін салады деп ойлаймын. Әкеңізді сағындыңыз ба? Әрине сағындым. Әкешім өмірден өткеніне 21 жыл болды. Осы уақытта тірі болғанда әкешім 100-ге толатын еді. Осы біздің қызығымызды көріп, немерелеріміздің қызын көріп, шөберелердің қызын көріп ортамызда отырар еді. Әкешім маған істеген жақсылығы өте көп.
жезқазғанға оқуға апарған кезде де мені күтіп алып шығарып салып жүретін. Қыста тоңып қаласың, Жезқазған қаласы суық қалада жүріп атсыңыз деп маған жылы киімдерін поштадан жіберіп, әкешім маған істеген жақсылығы өте көп. Үнемі күтіп алып, мені қамымды ойлап жүретін. Алыста оқып жатсың. Алыста оқып жатсың. Үнемі самолетпен жүріп, пойызбен жүріп, қысым деп маған ақылын айтып отыратын. Телефонмен сөйлесіп, күнде менің хабарымды алып отыратын. Әкеші мені ерекше еркелететін. Калимам деп, мені Калима деп өз атымды атамайды, Калимам деп еркелетеді. Әкешім жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, жаның жанатта болсын. Анашымда, әкешімде жатқан жерлерің жайлы болсын. Інім Қазым, менде сіңлім Индира, барлықтар, әруақтар жатқан жерлер жайлы, топырақта торқа, жандар жанатта болсын. Әкеңізді сағындыңыз ба? Әкемді сағындым. Әкеміз өте сондай кісі еді, балажан еді, бізді оқуға да алып баратын, пойызға отырғыз жіберетін, пойыз жүргенше қарап тұратын қол бұлғап. Өте балажан кісі еді. Бізге әркез оқыңдар, оқыған адам қор болмайды дейтін. Соны бәріміз біліп өстік. Бәрі де оқыды шамасы келгенше. Институтта, университетте. Әркім өз өмірден орнын тапты сол балалары, қыздары. Әкемізді қатты сағындық қой. Қазір жарымда әкем болса, көп нәрселер, бұрынғы білмейтін нәрселер айтылар еді. Әкемді қыдыртар едім Москваға, Сталинград, Волгоградқа. Әкемнің істеген жақсылықтары өте көп. Біз көбісін түсінбепті ол кезде баламыз. Әкемнің өмірден өткеніне 21 жыл толды. 2001 жылы 25 февраль күні қайтыс болды бұл өмірден кеткеніне. Әрине әкемізді өте сағындық. Әкеңіз қазір жаныңызда болса не айтар едіңіз? Әкем жанымда болса мен әкемді өте жақсы көрем, көкемді. Мен айтар едім, күнде звондап тұрар едім. Сосын әкем айтатын едім, жағдайыңыз қалай, денсаулығыңыз мықты ма деп. Жалпы мен әкемді, қазір өзім ойлаймын, қазір тірі болса, мен әкемді Меккеге апаратын едім. Сол армандарға мен жете алмай қалдым. Осы әкемді Меккеге апарып, апам екеуін. Сондай қажылыққа апарар едім. Ал қазір мысалға әкем қасында болса, мен әкеме көп рахмет айтатын едім. Осы өмірге әкелгеніне, осылай оқытқанына, бізді осылай дүниеге әкелгеніне. Менің әкем 18 жасында соғысқа аттанған. Сол соғыстан аман есен келіп, мына бізді 13 баланы дүниеге әкелген. Соған мыңда бір рахмет айтатын едім. Әкем, мен сені жақсы көремін, сағынамын. Апам екеуіңіздің бүкіл еңбектеріңізге рахмет айтамын. Көкем өзі ағайынды үшеу, соның ішінде үлкені екеу. Сол екі кісі бірмен бірі 80-нен асып барып дүние салды. Солар дастархан басында бірге отырып, мынау стақан деп айта берейін. Соны сол 80 жылдың ішінде бір ретте екеуі стақан соғыстырып көрмепті. Мына адамдардың біріне бірінің жаңағы жақсы құрметі, адамдардың біріне бірі сыйластығы, туысқан адамдар. Олы екеуі де, менің әкем Өсінбай да, бұл Нышанбай көкем де, ол үйдің балалары, бұл үйдің балалары деп балаларды бөлген емес. Біз мысалы соны көріп өскен адамбыз. Ал енді қазір осы кездегі әңгімелердің барысында мұғалім болған деп қоя саламыз. Ол кезде мұғалім соғыстың ар жақ бер жағында, соғыстан кейін мұғалім қызметтің ең үлкені болған.
оқыған кісілер аз. Сонда біздің қазір бір шаруашылықтың партия ұйымының хатшысы десе, ол керемет бір үлкен қызметте деп айтады. Біздің көкеміз мұғалімдік қызметті атқара жүріп, Алғабас колхозының партия ұйымының хатшысы болған. Мынау бастықтар, хатшылар секілді жеңіл машинамен мінбей, жаяу жүріп, хатшы болған азамат. Біздің әкеміз жаңа айтып отырсыздар, көкеміз мектеп соққан деп. Сол мектеп соққан кезде мектепті соғылып жатыр ғой қазір неше түрлі мектептер. Қалай соққанды әңгіме? Мемлекеттің қалтасынан бір тиын ақша алмай, өзінің бала шағасының күшіменен кірпіш құйғызып, солай соғылған ол мектеп. Сіздер жаңа бір документ жасатып, мемлекеттен ақша аудартып, сөйтіп соғылған мектеп екен деп қалмаңыздар. Ол мектепті бір не дейді анау? Өзінде аямайтын сондай жанкешті адамдар соғылады оны мектепті. Көкем қайтыс болған кезде біздің Алғабас колхозын 18 жыл басқарған Ленин орденді Птебай Мырзалиев деген кісі жаназаның басында былай деп айтты. Мен соның жанында тыңдап тұрдым. Алғабас колхозының жаңағы экономикасын көтереміз деп, колхоз деп жүріп, Нышанбай бір осы мектеп соғылған кезде титтей жәрдем бере алмаппыз біз. Өзі жүріп, өзі соқты деп айтты Птебай. Міне ол мектеп солай соғылған. Ал енді соғыстағы кезі, мен көкеммен үйде отырған кезде көбірек әңгімелесіп отырамыз. Сонда әрбір шабуылға шыққан сайын, әрбір соғысқа кіріскенде, осы соғыстан, осы бүгінгі айқастан тірі қаламын деп ешкімді ойламайды дейді. Міне сол кездерде осындай жағдайды болсын Құдай менен кейін деп, 13 бала шағаның әкесі атансын деп тірі қалдырған көкемді. Барлауға шыққан бірнеше адам қырдың басына барып қалған кезімізде ар жақтан танкімен немістер қарсы келді дейді. Жаяуданды танкімен қуғанда қалай болатынын өздеріңіз көріңіздер. Содан да тірі қалдым дейді. Бір скірттің жанында бос жүрген аттар бар екен, сол аттарға мініп әйтеуір тірі қалдық дейді. Ал енді соғыстан кейін, соғыстың әрбір күні ол енді бір кітап. Ешкімнің басына ол кезде қазіргідей зәулім үй немесе жаңағыдай киіз үй тігіп қойған жоқ. Осы біздің елдің шекарасынан бастап Берлинге дейін көкемдер жазда, қыста 5 жыл соғыстың ішінде жаяу барып, жаяу келген адам. Жасы 60-қа жақындап қалған кезде сол кездегі бір саясат болып, мектептің директорлері жоғарғы институтты бітірсін деген. Оған дейін ол кісілердің мұғалімдер институтын бітіріп қойғанмен жұмыс жоқ. Сонда көкем Шымкенттегі педагогикалық оқу орнына барып түсті. Ол кезде бәріміз қатар жұмыс істейміз. Сонда көкем айтады, бір күні емтихан тапсырып жатсам тарихтан дейді. Бір жастау мұғалім қыдыңдап қоймайды дейді, Европаның бір қалаларын сұрап. Анау қай қала, мынау қай қала, қалай орналасқан деп. Айналайын балам, мен ол жерлердің барлығын соғыс кезінде жаяу өткен деп айттым дейді. Ол кісілер сол жерлердің барлығын жаяу өткен. Ал енді педагогикалық біздің Алғабас ауылының тағы да айта кетейін, сол кездегі оқыған азаматтарының бәрінің пешенесінде 5-50 бағы бар. Біздің ауылда кішкентай ғана бастауыш мектепте барлығы ер мұғалімдер болды. Басшысы біздің ағамыз, көкеміз Нышанбай, Ибатбек көкем, Жәден көкем, Әбдімүтәліп көкем, ең кішкентайы біздің Түлкібай көкеміз, қазір отыр осында Түлкібай көке. Міне, бір бастауыш мектепте осынша ер азамат болған кезде, мен білетін әйтеуір біздің ауылда әйел мұғалімдердің ішінде ең үлкені осы Нұрман көкемнің жолдасы болу керек. Одан басқа одан үлкен әйел мұғалімдер болған жоқ. Сол ауылдың балаларының барлығын сол кісілер оқытқаннан кейін біздің Алғабастың азаматтары түгел оқып, осы бүгінгі деңгейге жетіп отыр. Мұхтарлар міне отыр, Мұхтар отыр, Мүсілім отыр. Бұл сол кездегі ағаларымыздың алды осылар. Өтірік болса осы кісілер айтсын. Бүгінгі жиын, жаңа айттым, көкемізді еске алу жиыны болғандықтан, көкемнің жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Өзі сол жатқан жерінде бір аунап түссін, ризашылығын білдір. Мынау орында бар оңалар деген сөз, дұрыс айтылған сөз. Бүгін ол қыздары жиналып, осындай үлкен ас беріп, әкелерін еске алып,
ағайын туысқан, құда жекжат, алыс жақындардың барлығын жора жолдас, іні бауыр бәрін басын қосып, еске алып отыр. Ниет қабыл болсын, Құран көкемнің аруағына тие берсін. Әкем мен шешемнің бізге берген тәрбиесі өте мол еді. Әкем жастайынан бізді адамгершілікке, тәртіпте болуға, ұқыптылыққа, бір-бірімізге бауырмашыл болуға, адал еңбек етуге бағыт беріп тәрбиелеген. Көкем мен апамның бізге жасаған жақсылықтары өте көп еді. Сол көкемнің өзі жастайымыздан бізді жақсы тәрбие бергендіктен, өзі мұғалім болып жұмыс атқарғандықтан бізге сабақ берген. Әсіресе мені 1-ші класстан бастап 4-5-ші классқа дейін өзі сабақ өткізген. Сол көкемнің берген жақсылық сабағы мектептегі партада отырған кездерім көз алдымнан кетпейді. Сол көкемнің бір әліппені оқытып, қолыма қалам ұстатып, дәптерге жаздырған кездер көп есіме түсіп кетеді. Сол көкем 4-ші классқа сабақ жақсы оқытып, жақсы бағалап, жақсы білім берді. Апам бізді ас ауқатпен қамтамасыз етіп, азанда қарындарың ашып қалады деп, тамақ пісіріп, нан жыстығынан жауып, бізді мектепке шығарып салатын. Келгенде тапанын жауып, тапаға картошка пісіріп, дастархан жайып қарсы алып отыратын. Сол кездерін қатты сағындым. 4-ші класс бітіргеннен кейін 10 жылдық бітіріп болғаннан кейін біздің семьямызда апам үй шаруасымен айналысатында, көкем болса бізді жоғары оқу орнына түсуге бағыт-бағдар беріп отыратын. Өз сияқты қыз баласына мұғалім болып оқыған жақсы деп, кейін тұрмысқа шыққанда мүмкін ауылды жерге барып қалсаңдар, ең болмаса 9 жылдық мектеп болады ғой деп, бәрімізді мұғалімдік жаққа бағыт беріп отырған сол көкемнің бағыт-бағдарының арқасында ма, әйтеуір бәріміз мұғалімдік мамандыққа түстік. Мен мысалы Шымкент қаласындағы педагогикалық институтқа түсіп, сол институттың физика факультетінде оқып, соны аяқтап, сол мамандықпен жұмыс жасап, пенсияға шыққанша сол мамандықпен жұмыс жасап атқардым. Қазір пенсия жасындамын. Сол пейнеттің зейнетін көріп, пенсия жасында, пенсия қатарында отырмын. Әсіресе мамандық таңдауымызға көп бағыт бергендігі арқасы деп ойлаймын. Көкем мен апамды қатты сағындым. Сол көкем мен апамның арнап жасап атқан бауырларыма, Қасым ініме, Индира сіңліме жасап атқан Құран бағышлап отыр. Сол бағышлаған Құраныңыз солардың әруақтарына тие берсін. Сол көкем мен апамның, бауырларымның, жеңгелерімнің, туысқан ағаларымның, сіңлілерімнің әруақтарына басымды иемін. Мына бүгінгі жасап атқан ағаларымыздың, жеңгелеріміздің, бауырларымыздың асы қабыл болсын. Әкеңізді сағындыңыз ба? Әкемнің дүниеден кеткеніне 21 жыл уақыт болды. Әкемді қатты сағындым. Әкемнің айтқан сөздері, өнегесі әлі күнге дейін есімізде. Әкем қазір қасымда болса, әкемнен көп ақыл кеңесте сұраған болар едім. Ата-анамның бізге берген тәрбиесіне өте ризамыз. Ол кісілер бізге ата-аналық борышын артығымен орындады. Әкем біздің білімді, саналы болуымызды қалады. Біздің қалаған затымызды алып берді. Қалаған оқу орнымызға оқытты. Қазір кезде мен Тараз қаласындағы Төле би атындағы нөмір 8 гимназияда тарих пәні мұғалімі жұмыс атқарамын. Менің бұл мамандықты таңдауыма әкем Нышанбайдың үлесі өте зор болды. Бізге көбінесе тарих жайында,
соғыс жайында әңгімелер айтатын. Сол әңгімелер менің болашақта тарих пәні мұғалімі болуыма үлкен әсерін тигізді. Әкем бәрімізбен достарша әңгімелесетін, біздің қалауымызды орындайтын. Әсіресе інім Қасымжанды ерекше жақсы көретін еді. Өкінішке орай, інім Қасымжан өмірден ерте кетті. Бүгінде оның ұрпақтары өсіп келеді. Ата-анамның, інім Қасымжанның, сіңлім Индираның жатқан жері жәннатта болсын, топырақтары торқа болсын. Артында қалған ұрпақтары көп жасасын. Мен енді көкем мен апамның өзінің қолымен еккен осы бақтарындағы ағаштары, жеміс-жидектері өсірген осы 25 сотық жердің барлығында төңірегінде гүлдендірген бақтарын айтқым келіп отыр. Мына ағаштардың бәрі өз қолымен еккен ағаштар, талдары, мына шиелерінің барлығы, алшалардың бәрі өсіп тұр. Мына төңіректің барлығында қара көзге шейін помидор, қияр, қырыққабат, картоп, сәбіздің бәрін егіп, осы қара көзге шейін соның еңбектің жемісін көріп жататынбыз. Содан кейін бір ғажабы біздің ауылымызда қарбыз, қауындар өскенмен де бір дәмділігін бермейтін. Сонда соған қарамай менің әкем көкеміз егіп, соны қызартып бізге, соның дәмін татып тоймай жеп жататынбыз. Негізі апам да көкем де өте еңбекқор кісілер болды ғой, біз сол еңбекке үйреткен өздері. Мынаны күзден бастап, көктемнен бастап өзіміз кәдімгідей жерді аудартып, ол кезде баламыз ғой, 5 оқимыз, 6 оқимыз, соның барлығын еңбекке баулып, осы жерде өзіміз қолмен күрекпен жердің барлығын, мына жердің бәрін қазып, сөйтіп сол егетін өнімнің бәрін, күзде алатын өніміміздің бәрін өзіміз егетіміз. Осы төңіректегі қанша 25-тің бәрін, осы балалардың барлығы қолмен күрекпен аударып, соның бәрін егетіміз. Сонда күзге қарай соның өнімді жеп атқан кезде көрінде ме балаларым? Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті дейтін. Сол кезде жасамасақ, сонда осындай өнімді жемейтін едік деп. Жыл сайын соны еккен өнімізді жеп отырып, еңбектің наны тәтті екенін бізге жүрегімізге құйып өсірді ғой. Мына әлі күнге дейін өзіміз де балаларымызға сөйтіп үйретіп жатырмыз. Бізден тараған ұрпақтың барлығын балалар қазір еңбекқор. Еңбекқорлықтың нанын тауып отыр. Таза еңбек, адал еңбекті үйретті. Сосын мына жерде үлкен жаңғақ ағаштар өсірілді. 2 жаңғақ ағашын егетін. Ол ағаштарды ауыл адамдар айтады екен, үйдің төңірегінде жаңғақ екпейді деп. Соған қарамастан ол кісі егіп, ол өзіміз ғана жеген жоқпыз. Төңіректегі көршілердің бәріне бөліп беретін. Ол жеміс ағаш болып салып, сол бір 15 жыл, 20 жылдың ішінде үлкен өнім берді. Енді ол жаңғақтардың бәрі төңіректегі ағаштарды өсірмеген екен, амал жоқ, кейін осы бертінде ғана алып тастадық. Ана арғы шеттің барлығында жидек деген болатын. Жидек, одан кейін арғы шетте плантация болған, ол жерде алмалардың барлығы. Сонда мамамыз, анамыз, одан көкем екеуі сол барлығын жинап, қысқа қаппен салып, сақтап қойып, солардан қыстың күндері ауырған кезде компот жасап ішетінбіз. Содан кейін апамыз алманың барлығын жинаған кезде кесіп-кесіп, қақ жасап, компоттың барлығын қыстың күнге дайындайтын. Жалпы еңбекқорлығының арқасында қысқа да жазға да дайындап жататын еді ғой. Сол апамыздан, көкемізден қалған еңбекқорлықтың қазір бүкіл ұрпағымыз еңбектің нанын көріп жатыр, жемісін көріп жатыр. Гүлдендіріп, осының бәрін жасап жатқан кезде тамсанып қарап отыратын. Немерелерін айтып отыратын. Қазір бүкіл ел Нышанбайдың алмасы, Жібекайдың жидегі ғой мынау деп тамсанып, көршілеріміз бәрі кеп дәмауыз деді. Енді осындай ұстаздық жолында жүрген әкем де, анам да басқаша осылай үйдің шаруасында балаларға тек қана тәлім-тәрбиеден басқа еңбекқорлықты да үйретті. Білді мектептің директоры ештеме қолынан келмейді деп ойлайды екен. Ал бірақ әкеміз бізге күрекпен жерді аударып, соның барлығын егіп, бірге егіп, бізге жаңағыдай оның жолын үйретті. Жеміс алудың жолын үйретті. Қыздың қара көзге шейін алма теріп, сол бізбен бірге жүретін. Менің әкемдей адам жоқ екен. Менің әкем ұлы ұстаз.
адал, түгел өзінің төңірегінде білім таратқан кезде мейірімділік таратқан екен. Кімнен сұрасаңыз да Нышанбайды адам жоқ екен деп айтады екен. Мен тіпті Алматыда кездескенде Нышанбай көкемнің баласы қызысың ба деп арнайы сәлем хатта жазып жүреді. Мыңда бір алғыс келгендеріңізде, әкеміздің топырақ торқа болсын. Тең келмейтін алтында еш қолдағы өзің едің, әке үйдің зор бағы. Жарық берер айымыздай көктегі болушы едің жанымыздың қорғаны. Біздер үшін асқар едің шын асқар. Жанымыздан өшпес мәңгі әкешім, анаға жар ал біздерге әкесің. Немерең де шөбере де шөпшегің, бәрі сені сағынуды әкешім. Шырақ едің, сәуле едің, ай едің, жаның толы мейірімге бай едің. Ілім білім тәрбиеге қаныққан, үлгі алар ер атына сай едің. Жанға бермес бір туары еренім, жар едің ғой, әкелдің, ер едің. Жан әкешім қызметте баптерім, елге сыйлы, абыройлы даңқ дедің. Кеткеніңде келмейтін болып енді кеш, сені жоқтап күңіреніп жат дедің. Сіз кеткенде жанарларда жылаптым, жеріміз кетті сынып жылаппын. Жан әкешім, жаның болмай әрқашан, ең ерекше ақ төрінен жұмақтың. Алла разы болсын. Әкеміздің жатқан жері топырақ торқа болсын. Артында саналы парасатты ұрпағы мәңгі жасасын. Мен өзі атамның 3-ші келіні болып есептелемін. 3-ші баласының жолдасымын. Менің атам айтатыным өте көп рахмет. Бізді тәрбиеледі, өсірді, жақсы жолдарды бастап берді. Еш уақытта бізге айтқан кезде тек ақылын айтып жүретін, жақсы болыңдар дейтін. Апам да сондай еді. Апам мен атамыздың жатқан жері жайлы болсын, топырақтары торқа болсын, жақсылығы көп еді. Біз жас болып келін болып 1978 жылы кеп түстік. Сол жылдан кеткенінше өмірден тәрбиеледі бізді. Жаманымызды жасырды, жақсымызды асырды. Не деймін, атамызға мың рахмет айтамын. Мен Тоғыздар әулетіне 1989 жылы 21 апрель күні келін болып түстім. Келген күннің ертесіне біз жеңіл киіммен кебек бұяқта қар жауып кетті. Содан мен ауырдым. Бірақ енеміз бізді тәрбиелеп, аяғына галошты қойып, аяғын галошыңды ки деп өте жақсы жерге түскенімді білдім. Шешем орнына шеше болды. Атам ешқашан бізге сен деп сөйлемейтін, сіз деп сөйлейтін тұғын. Атамның жақсылығы мен енемнің жақсылығын өте көп көрдім. Енем көп ақылдарын айтатын тұғын, ұрсатын тұғын. Сол ұрсқандары қазір өзіме сабақ болып келіп жатыр. Сол кезде бекер ұрыспаған екен, ертерек адам болсын, ертерек үй болып кетсін деген екен. Мен бір жақсы жаман қасиетім кеш тұратын едім. Сол кеш тұрған кезде енем тұрған кезде ұрсып отыратын тұғын. Мына ауылда бір Әлмек деген келіншек бар еді. Сол келіншек Арушан деген сол ерте тұрып сиырын сауды бәрін деп айтатын тұғын. Сәлден кейін өзі сепарат тартып отыратын, ұрғызы ұрысы да бітетін тұғын, сепаратта дауысы бітетін тұғын. Сөйтіп бар мен алдыма келіп, әй сен мынау қаймақ жемейсің ғой, неғып жемейсің деп отырып, алдына кешегі қаймақ жейсің бе, бүгін қаймақ жейсің бе деп екеуін қатар әкеп беретін тұғын. Ашуланған бір пәсте не қылып, анау ашуын ұрысқан немді арқап кететін еді. Атамымыз болса өте мен келген кезде мектеп директоры тұғын. Ол кісі азанда жұмысқа кетіп кешке келетін еді. Енем үй шаруасындағы бәрімізді тәрбиелеп, бәрін жақсы жолға салып жұмыстан қашпайтын еді. Мынау атамыздың тірі болғанда биыл 100-ге келер еді. Атам жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Солардың жасын бізге берсін. Енеме де көп рахмет біз тәрбиелегенге. Өте ризамыз осындай шаңыраққа келін болып түскенімізге. Мен келін болып түскен кезде мен оңтүстік жағынан келген едім. Бұл жаққа келген кезде күн суып кетті өте. Сол тойымыз болды 14 октябрьде. Тойымызда құйып тұрып жаңбыр жауды. Сол жаңбырға қарамай барлығын жақсы қылып өткердік деп ойлаймыз. Үстімізге әшейін салапан жамылайып отырып тойды өткере бергенбіз. Сондай қызықтар болған. Мен 1994 жылы
22 жасымда осы Тоғызовтар Нышанбай әулетіне келін болып түстім. Қасымжан менің жұбайым 1971 жылғы еді. Атамыз ең кішкентай кенже ұлын Қасымжанды өте қатты жақсы көретін, өте қатты еркелететін. Ол Қасым жоқ болып қалса жүгіріп үйде отырмайтын ата. Далаға шығып, Қасым келгенше даладан үйге кірмей отыратын еді. Мен атамды, Нышанбай атамды өзімнің әкемдей қатты құрметтедім. Ол кісі де мені қатты жақсы көрді. Ең бірінші балам Нұрбол дүниеге келген кезде 95 жылы. Ең бірінші әлі есімнен кетпейді. Ең бірінші мені больницаға іздеп барған атам еді. Сол кезде больницада атамды көріп, мен бастап атамды көріп жыладым. Ол кісі мені көріп жылап, қуанып. Сол әдемі естер мен әлі есімде. Атаның берген бізге тәлім тәрбиесі, атаның айтқан жақсы сөздерін мен қазір өзімнің балдарыма айтып отырамын. Өзімнің Қасымжанның 3 баласы, 1 қызы бар, Аллаға шүкір. Апамыз үлкен ардақтана, 13 баланың анасы. Ата екеуі өте тәтті өмір сүрді. Қай қонақ келсе де бізді тек қана жақсы күліп қарсы алыңдар деп үйретіп, кім келсе де апа, қай қызы, қай баласы келсе де қуанып алдарынан жүгіріп шығатын еді. Енді 1999 жылғы баян жұмыс дүниеге келді қызым, Айболым келді, оның кейін Мирасым келді. Сол кезде ата осы баян келгенде де қатты қуанып, Қасымның қызы өмірге келді деп өте қатты қуанып еді. Атам 2001 жылы февраль айында қайтыс болған кезде жанында мен өзім болдым, атамның жанында. Ең соңғы суын өзім беріп, о дүниеге өзімнің қолымды ұстап, қысып кете берді. Жүгіріп барып апаны шақырдым, қайтып келсек атамыз кетіп қалған еді. Міне бүгін үлкен жаңағы балдары, қыздары, келіндері, немерелері, бәрі шөберелер жиналып үлкен ас беріп жатыр. Әруақтарды бүгін бір аунап түскен шығар. Нышанбай атамыздың, Жібекай апамыздың, Қасымның, Индираның әруақтары разы болсын. Жатқан жерлер жайлы, топырақтар торқа, жандары жанатта болсын. Алла рахымына алсын. Барлық осы туған туыстардың бәріне тек қана бақыт, жақсылық тілеймін, жұмыстарына табыс тілеймін. Бәрімізді Алла қолдап қорғап жүрсін. Біз бүгін 2022 жылы 2 қазанда әке-шешеміздің құдаясын аман-есен өткіздік. Әкеміздің көрмеген қызығын ар жағындағы балалары, немерелері, шөберелері, ұрпақтары көре берсін. Жатқан жерлері жайлы, топырақтар торқа, жандар жанатта болсын. Әкешімді әр уақытта біз еске алып, Құран бағыштап, әкешімізді сағынып жүреміз. Анашым мен әкешімнің інім Қасымжан мен сіңлім Индиралар, тағы да басқа әр уақыттардың жатқан жерлері жайлы, топырақтар торқа, жандар жанатта болсын. Аллаға шүкір, бүгін бүкіл ұрпақтары, Тоғызовтардың әулеті, ұрпақтары осы Құдай асты аман-есен өткіздік. Жандар жанатта болсын, топырақтар торқа, имандар саламат болсын. Әкешімізді әр уақыт еске алып, сағына осы балалары, немерелері, шөберелері бүгін Аллаға шүкір аман-есен Құдай асын өткіздік. Мен Қайранбаев Нұрболат Жұмабайұлы, осы Алғабас шағын жинақшылық орта мектебінің ұстазымын. Әрі осы өздеріңіз көріп тұрған мұражайдың жетекшісі боламын. Бұл мұражай деген өткен тарихымызбен келешек ұрпағымызды жалғайтын алтын көпір. Бұл мұражайымызда өзіміздің ауылдың тарихы, ауылдың шыққан үлкен азаматтар, азаматшалар мен соғыс ардагерлері, тыл ардагерлері, сонымен қатар батыр аналарымыздың толық мәліметтері бар. Осы бүгінгі келіп отқан, жүзге толып отқан атамыздың өмірбаяны, мектепте жасаған қызметтері, соғыс кезіндегі ерліктері түгел баяндалады. Соны шеттен сіздерге баяндап беретін болсам, атамыздың ардагер ретінде еңбегі сіңіп ауылымызға бір емес 2 мектеп салдырған. Ол бірінші соғыстан кейін салдырған, екіншісі 70 жылы орта мектеп болып, қайта құрылып, жаңадан тағы бір мектеп салынды. Оның бәрі үкіметтен ешқандай көмексіз ауыл азаматтарын асарлатып, қазақшылық жолмен өзі еңбегімен сол күштің арқасында салдырған. Сол мектепті ағайымыз 30 жылға жуық мектеп директор болып басқарды. Көптеген мектеп бітірген түлектері қазір таңда Қазақстанымыздың бұрыш-бұрышында, әр облысында үлкен керемет
қызмет жасап өз еңбектерін сіңіруде. Ал енді қазір мен сіздерге жеке таныстырып өтейін ол кісінің өмірбаяндарымен. Мінекейіңіздер 1970-71 жылғы ол кісінің салынған, өз қолымен салдырған мектебі бізде толық мәліметтер сақтаулы. Осыдан 51 жылы ол кісі қызметке келген директорлыққа. 80 жылға дейін директорлық қызмет атқарған болатын. Бұл мектебімізде көптеген суреттер бар, ол кісінің соғыс кезінде түскен, соғыстан кейін түскен, мектеп басқаруында түскен көптеген азаматтар мен азаматшалардың мәліметтері жазылған. Ал енді 1995 жылы ағайымыз осы оңтүстік делегациямен бірге барып, жеңістің 50 жылдығына парадқа қатысқан болатын. Сол кезде міне оңтүстік өңірінен барған делегация мына елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге түскен суреті. Мына Сағадат Нұрмағамбетов, мінекей сол кездегі қорғаныс министрі болған, премьер-министр бар. Осы кісілермен бірге ол кісі денсаулығы мықты кезінде парадтан жүріп өткен болатын Алматы алаңында. Одан бөлек мен өзінен көріп отқандай, мен соғыс ардагерлері, мына өзінің ауылымыздан шыққан соғысқа қатысқан азаматтар, ауылдан 83 адам соғысқа қатысып, соның 42-сі келіп, 41-і Майдан даласында қалған болатын. Мына соғыс Майданнан аман есен келген азаматтарымыздың мәліметтері. Ал келмей қалған азаматтардың қазір Астанада Атамның аманаты деген қоғамдық қор құрылып, сол қордың аудан бойынша координатор боламын. Өткенде жолы сол барша кісілердің мәліметтерін жіберіп, 25 адамның Майдан даласында іссіз жоғалған азамат ағаларымыздың мәліметтері табылды. Оны 9 май күні ұрпақтарын шақырып салтанатты түрде табыстаған болатынбыз. Яғни нақты жерленген жерлер табылды. Сол Атамның аманаты қоғамдық қорының жаңағы мүшелерінің арқасында табылып, қуанышқа бөленіп жатыр ұрпақтары. Қосымша мәліметтер мына ауылымыздан шыққан көп балалы аналар, ардагер ұстаздар, мына атамызбен бірге қызметтес болған ардагер ұстаздарымыздың мәліметтері бар, түгел осы мектебімізде қызмет еткен еңбек ардагерлері бар ауылымызда. Сонымен қатар ғасыр жасаған апалар дейді, мына жақта ғасыр жасаған апаларымыз да бар. Мына Ленин орденінің иегері шыққан ауылымыздан Қуатбек Абылай деген кісі, бұл кісілердің барлығы жаңағы қызмет істеген ауылымызда. Міне мынау тұрған ғасыр жасаған апаларымыз, бұл жерде 107-ге келіп қайтыс болған апамыз бар, ішінде 103-ге келіп қайтыс болған апаларымыз бар, міне тыл еңбеккерлері. Осы қан майданда аталарымыз қан кешіп жүрсе, бұл кісілер қар кешіп, жаңағы еңбек етіп, сол кісілердің ас ауқатын, оқ дәрісін, киім кешегіне жаңағы тылда жүріп, үлкен атсалысқан азаматтар мен азаматшалар. Яғни жеңістің жақындауына үлкен үлес қосқан азаматтар. Ал енді біздің жаңағы Бауыржан Момышұлы, Шерхан Мұртаза, жаңағыдай түбірімізді зерттейтін болсақ, атамыз бар, бәрі осы Құли руынан шыққанбыз. Мекемтас Мырзахметов деген кісіміз бар, міне Бауыржан Момышұлыға арнап отырмыз да бұрышымызды. Бауыржан Момышұлы атамыз осы ауылымыздан шыққан. Одан бөлек 4-5 жаңағы батырымыз бар, осы ауданнан шыққан. Сол 5 ауданнан шыққан мәліметтерін осы неге қойып отырмыз. Біреуі Рыбалка бар, жаңағы Грицинин, жаңағы Шевцов деген бар, сонымен қатар Садық Байырбек деген 4-5 батыр шыққан. Бауыржан атамызбен бірге 6-шы батыр ауданымыздан шыққан. 30 жылға дейін осы Жуал ауданы мен Түлкібас ауданына бір аудан болған. Сондықтан біз әрқашан Шерхан Мұртаза мен Бауыржан Момышұлыны өзіміздің желес санаймыз. Әрі рулас туысқанымыз болады. Ал енді ол кісілердің жаңағы метіркесін зерттеп көрдік. Сол кезде Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы деп жазылған екен. Жуал ауданы кейін бөлінген да. Мына 50 батырдың мәліметі, ол Оңтүстік Қазақстаннан шыққан, бізде 50 батыр бар екен. Сол мәліметтерді осында қойдық. Соғыс ардагерлерінің. Осыдан ауылымыздың 90 жылдық мерекесі болған болатын. Сол 90 жылдық мерекеде арнайы кітап жазылып, туған жерді түлету тектілігін деген кітап жазылған болатын. Осы кітапқа ауылымыздың түгел тарихы енді, сол жерде Нышанбай ағайымыздың да түгел мәліметтерін жазған болатынбыз. Және шеже жазылды ауылымыздың. Сонымен қатар ерліктері жазылды. Мінекей қазір ағайымыз жайлы мәлімет. Мәртебелі директор деп ағайымыз жайлы толық мәліметтер енгіздік осы тарихымызға, кітабымызға. Бұдан бөлек бұл кісінің өзінің жаңағы
інісі мектеп директоры болды, қазір ұрпақтары да осы білім саласында қызмет етуде, яғни жаңағыдай ұстаздар династиясы десек те болады осы әулетті. Бәрін оқытқан, жоғары білім берген ұрпақтарына қазір әр салада, әр бағытта қызмет етуде. Негізгі салалары осы кәсіппен жаңағы білім саласында қызмет етіп жатыр ұрпақтары. Атамыз бен апамыз өмірге 13 бала өмірге әкелген. Бұл кісі Бауыржан Момышұлымен тығыз қарым-қатынаста болған кісі. Бауыржан Момышұлы 63 жылы жаңа жылда осы кісі Нышанбай ағайынның үйінде жаңа жыл күні қонақта болған екен. Сол қонақта апамыз, жаңағы көп балалы Батыр анамыз жаңағы қонақ күтіп жүріп, қамыр илеп отырған кезінде толғақ ұстап, жаңағы неге роддомға дейміз ғой, жаңағы босануға кеткенде Бауыржан атамыз қыз болса Қалима қоясын деп атын айтып кеткен екен. Сөйтіп қазіргі Қалима әпкеміздің атын сол Бауыржан Момышұлы қойып кеткен деген дерек бар, жақсы дерек. Яғни Бауыржан атамызбен Нышанбай атамыз тығыз қарым-қатынаста болған деген сөз. Қазақта айтады ғой, жаңағы би болмасаң да би түсетін үй бол деп. Яғни атамыз би де болған, би түсетін үйде болған. Яғни ол кезде Бауыржан атамыз сияқты үлкен беделді батыр кісілер екінің бір үйіне қона бермеген, сондай тоқтай бермеген да. Сондай беделді кісілерге келіп қонақ болып үйіне қарым-қатынас жасаған. Атамды айтатын болсам, апам да еске түседі. Өйткені олар өзі егіз оғым сияқты еді. Біз ауылда үйде жүргенде немерелері апамыздың махаббатына таласатын едік. Кешке мысалға ұйықтаған кезде інім екеуміз екі жағында жатамыз. Соны апам айтамыз, апа сен маған қарап жатпадың деп маған бетін бұрап боламын. Одан кейін інім айтады, апа сен мені жақсы көрмейсің деп, екеуміз апамыздың махаббатын таласып өзімізге қарап жағында жататын едік. Апам екеумізге де бір махаббатын аямай, екеумізді егіз қоздай тең етіп өсірді. Апам мен атамның бір жақсы қасиеттері, олар осындай табиғатта серуендегенді немерелерімен табиғатқа шыққанды жақсы көретін еді. Менің атам Тоғызов Нышанбай Алғабас ауылында 40 жыл директор болған кісі. Мен өз атамды өзімнің 2-3 жасымнан бастап білемін. Енді өткен күнді еске түсірсек, мен атамды 3 жасымнан бастап біледі екем. Ауылда ол кезде қар қатты жауатын еді. Қардың бойы үйдің биіктігіндей болатын. Сол күні мен әлі есімде, ол кезде 3 жаста болған екем. Ауылда бәріміз қар күреуге шықтық. Атам, апам, үйдегі адамдардың барлығы. Сол кезде мен атамды бірінші рет өзімнің еске түсірсем, сол кезден бастап бірінші есімде бар екен. Біздің атамыз бен апамыз өте қамқор, балаларға, немерелеріне сондай мейірімді жандар болды. Оның мейірімділігін қайдан көрейік десек, өйткені жаз бойы біз бүкіл немерелері сол апа мен атаның үйінде жүретін едік. Бірақ олар сонымен қатар мейірімді ғана болып қалмай, бізді еңбекпен тәрбиеге де үйретті. Ауылға барғанда, мысалға, бізге ауылдың үйдегі жұмыстарды тапсыратын, алма теру, тағы да басқа да жұмыстарды бізге сеніп тапсыратын. Содан ойлаймын, енді біздің қазіргі осы адам болып қалыптасуымызға атамыз бен апамыздың үлесі көп тиді деп ойлаймын. Тағы бір есте қалатын, қызықты айтатын болсам, мені 1-ші классқа баратын кезде әке-шешем өздерінің қолына алып алды. Оға дейін мен ауылда апа мен атаның қолында тұрған едім. Інім екеуміз, Ербол екеуміз ауылда тұрдық. Содан мен 1-ші классқа баратын кезде мектепке барғым келмейді, сабақ оқығым келмейді, сондай бала болдым. Сөйтіп бір күні менің әке-шешем мектепке бар деп жіберген кезде, мен мектептен қашып, қыстың кезінде, ол кезде қарлар биік болатын. Сол мен ауылға өзім омбы қарды омбылап ауылға барғаным есімде. Сонда қыстың кезінде ауылға барып, аяқ қолымнан жаңағы тырнақтарым бәрі түсіп қалған, аяқ қолым түсіп қалған болатын. Сонда да менің атам мен апам әке-шешеме ұрсып, неге баланы сабаққа барғысы келмейтін баланы неге жібересіңдер мектепке деп сол ұрысқаны болатын. Сол кезде де әлі есімде бар. Жалпы айтатын болсам, апам мен атамның өте көп қасиеттері бар ғой. Бірақ ең бастысы ол бізге мейірбан болды, немерелерін өте қатты жақсы көретін еді. Яғни шексіз махаббатты бізге бере білді. Әлі есімде 1995 жылы менің 8 жасымда атамызды осы Түлкібас ауданындағы, Оңтүстік Қазақстан облысындағы бүкіл соғыс ардагерлерін Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев Алматыға шақырды.
Сонда атамызға жаңа мақтау марапаттау грамоталарын беріп көптеген сыйлықтар беріп жүрген. Атамыз кейін сол сыйлықтарды әр баласына әр үйге бөліп таратып берді. Ешкімді құр қалдырмады. Содан біз неге тигені имені қайсы екені есімде жоқ, бірақ бір қара кітап болды. Сыртында жеңістің әндері деген жазылып қойған. Жеңістің әндері деп. Сонда біз Катюша деген өлеңді жаттап алған болатынбыз. Сол жан-жақтан бүкіл балалары, немерелері жиналып ас өткізгелі жатырмыз. Өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Осы асымызды аман есен өткізіп алып, аталарымызды орнынан өткен кеткен аруақтарды еске алып, бір қуантсақ деген ізгі ниеттеріміз бар. Сол үшін осы төрт көзіміз түгел болып бас қостық. Мен Нышанбай атамды өте жақсы көремін. Себебі Нышанбай атаммен алғаш күйеу бала болып келген күннен бастап мені күйеу бала емес, өз ұлындай сыйлап жақсы қарсы алды. Қашан келсем де құшақ жая қарсы алып, өзінің бар ақ көңілдігін, адалдығын көрсетіп отыратын. Сол арқылы бізді де осындай келешекте жақсы жолға түсуімізге, жақсы келешек ұрпаққа біздің де жақсы тәрбие беруімізді бірден бір осы кісілердің септігі тиді деп ойлаймын. Осы кісілерден біз де үлгі өнеге алдық. Осы кісілердің айтқан ақылдарынан бөлек істеген істер, жаңағыдай ілтипаттары осы бізді көз қарасымызды түзу болуына, дұрыс қалыптасуымызға үлкен септігі тиді деп ойлаймын. Бұл кісі біз Сәлимамен үйленген кезде, сол кезде зейнетке шыққан кезде еді. Соған қарамастан соғысқа қатысқан кісі, соған қарамастан өзі ширақ, қимылдары жылдам, сондай жас баладай елгезек кісі бейнесінде менің көз алдымда бейнесі елестеп қалған. Атамыз сондай ширақ, жылдам қимылдайтын, әрдайым өзінің ақылды өсиеттерін айтып отыратын бізге. Адал болыңдар, біреудің ақысын жемеңдер, түзу жүріп тұрғандарың өздерің келешектеріңе дұрыс болады деп. Өзіміздің ата-анамыз да осындай бағытта тәрбие берген, бұл кісілердің де тәрбиесі осы бағытта болып, сол тәрбиелерді бізге деген пайдасы үлкен деп есептеймін өз басым. Атамыздың жатқан жер жәннатта, топырағы торқа болсын, иманы саламат болып, артында ұрпақтары, балалары, немерелері, шөберелері жақсы өмір сүріп, атамыздың есімі мәңгі солардың жадында сақталып, ұрпақтарымен мың жасай берсін. Ержан сәлем береді жырмен топқа, осы жер туыстарға мінбер боп па, атқарылған осы жерде игі істер бір ауыздан құпталып келген жоқ па. Нышанбай атамыз да осы істерге жұмақ жақтан бір жымиып күлген жоқ па. Абыроймен өткізілген осы асымыз Алладан сауап болып келген жоқ па. Баршаңызға тілеймін тек жақсылық, себебі Алла біздерді бақытты еткен жоқ па. Атаңызды сағындыңыз ба? Иә, атамызды өте қатты сағындық. Кішкентай кезімнен бастап мен сол атаммен әжеміздің қолында өстік. Мектепке барғанша сол үлкен кісілердің тәрбиесін алдық. Кішкентай кезімізден сол бізді өсірді, тәрбие берді бізге. Кішкентай кезімізден естелікке айтатын болсақ, барлық кезде атамыз, барлық кезде жақсы атам болыңдар, ешкімді алдамаңдар деп сөйтіп тәрбиелеп өсірген кісі. Сол кішкентай кезімізден сол атамызға барлығымыз сол айтқанын жасап, айтқанын істеп өстік, өндік. Үлкен рахметімізді айтамыз атам мен әжеге. Нышанбай ата, Небегай апаға. Сол 2001 жылы ол жаман хабарды ата-анамыздан естіп,
жаман болды, көп нәрсені жоғалтқандай сезім болды. Сол бүгін сол 20 жыл болып, осы 100 жасқа толып отыр атамыз. Сол рахметіміз айтамыз. Барлық кезде есімізден шығармаймыз. Істеген көп жақсылықтар бар, енді былай айтқанда оның барлығын сөзбен жеткізе алмаймыз. Сол кісілердің арқасынан осындай үлкен азамат болып өсіп жатырмыз. Көп рахмет. Былай айтқанда қатты сағынамыз, әлі де сағынамыз. Сол ата мен әже біздің әке шешеміз де тәрбиелеп өсірді, ол әке шешелеріміз бізді де тәрбиеледі жақсы. Енді біз де өзіміздің кішкентай балаларымызды сол ата мен әже апа қалай біз тәрбиелесе, біз де солай кішкентайларымызды тәрбиелеп жатырмыз. Бізді атамыз бен әжеміз қатты еркелететін. Біз енді атаның туған немерелеріміз, бірақ жыл сайын бізге әр қаладан атамыздың жиен немерелері келіп отыратын. Сонда біз ең жақсы көретін жаңағы жиенім Қарлығаш келетін. Қарлығаш осында ауылда жүріп, кейінірек мен Қасым тәтем үйленген соң біз өзіміздің үйінде көп ойнадық екенбіз. 1995 жылы сол атамыз Отан соғысының 50 жылдығына орай Қазақстан Республикасы президентінің қолынан көптеген марапаттар, наградалар, медальдар алды. Соның ішінде бізге Қарлығаш екеумізге ең бір ұнайтын бір нәрсе бар, білесің ба? Катюшаны айтатынбыз. Сол атамыз әкеп берген ғой, сол кітапты ашып екеуміз оқып, сол Катюшаның әнін айқайлап тұрып айтатын едік. Соғыс кезінде елдің бәрі естісін деп секіріп кроватьқа, темірдің кроватьқа, Негізі атамыз сондай жақсы, мейірімдетін. Ауқаттанып алыңдар деп апам екеуміз сөйтіп өмір артымыздан жүретін еді ғой, келген кезде. Ай, Халиманың қызы, ай, бақыттың баласы деп сөйтіп жүреді ғой балалардың бәрінен. Сонда атамыз, апамыз сондай. Атамыз өмір бақи менің көзімде, көз алдымда тек қана атамның елестейтіні, ақ рубашка киіп жүреді күнде. И сыртынан пиджак. Өмір бақи, солай қораға барса да, огородта жүрсе де, үйде де ата тек қана сөйтіп әдемі болып жүретін ғой. Ешқашан бір жаман киініп ондай жүрмейді. Тек қана осылай өзінің сондай білімді, мектеп директоры болды ғой неше жыл бойы. Сол киіммен мынандай әдемі болып жүретін ғой атам. Сөйтіп көзім алдында атам сол елес болып қалғанда, сондай ғана көрем атамды. Гүлнұр енді ең атаның сүйікті немере қызым біреуі болды. Осы бірге қолында өсті атаның. Сонда атаның барлық библиотекадағы кітабы бар ғой үйдегі. Соның барлығын Гүлнұр оқымаған кітабы жоқ шығар. Барлығын оқып тастағансың, Гүлнұр? Біздің үйде осы мен осы 6 жасыма дейін осы үйде өстім. Сол кезде ағаштан жасалған үлкен кітап сөресі болатын. Ол кітап, біз оны кітапхана деп атайтынбыз. Кітапхана бұрышы ғой енді, сол кітап бүйтіп 5-6 қатардан тұратын сөреден. Әр жолына 3 кітаптан сиятын. 3 кітап сол толып тұратын. Сол кітаптарды мен оқып тастағам. Кейін сол кітап шкафын біз өзімізге алып алдық, өзім тұрған неме, тіл класс станциясына алып, сол сөре әлі тұр. Атамыздың, апамыздың көзі ретінде. Біздің өзіміздің апамыз негізі көп балалы ана ғой. Бірақ сондай немерелерін қатты жақсы көретін. Өмір бақи арқалап жүретін ғой. Ұмыт кететін кездері болатын, Гүлнұрлерді да бәрін өйтіп арқалап жүретін да. Ай бол, нұр бол бәріне. Сонда құлап қалады оған тапшанға түскен отырғанда. Сондай болатын, сол апамыз барлығын арқасына арқалап жүретін балаларды. Сонда ауқаттанып ал деп апа да айта беретін ғой. Сол есімде да әліге дейін. Қарындарын ашып қалмасын, ауқаттанып алыңдар деп айтып жататын ғой. Негізі атаның осы барлық немерелері сондай, барлығы жоғарғы білім алған балалар, балалар да, немерелер де сондай. Осының барлығы негізі біздің атамыздың арқасында деп ойлаймын. Өйткені балаларын 13 баласын барлығын оқытты. Енді балалары өз балаларын оқытып, сөйтіп атамның немерелері де, Аллаға шүкір, шөберелер де мұны қазір нишқада түсіп жатыр. Жоғарғы оқу орындарының бәрі грантқа түсіп, барлық оқуларын бітірген, жақсы орындарда жұмыс істейді. Сол осының барлығы осындай ата бабаларымыздың
білімді болғандықтан осы ұрпаққа беріліп жатыр. Тоғыз ұлы Нышанбайдай әкеміз бар болса 100 жасқа келер еді. Бар болсаң әке, жүздің көрер ең. Шөберең мен шөпшекке де батаңызды берер ең. Артта қалған ескі алады ұрпағың барлығында қолдап жүрші төбеден. Ұлы жүзде шымыр қолы дегендер, Бауыржан, Шерхан, Мұртазадай кемеңдер. Әр туыс замандастар болғандар, барлықтары тарихымда қалғандар. Гүлбаршыны ерте кетті өмірден, жібек айы шыққан екен көңілден. Ардагері ұлы отан соғыстың түскен емес ұлылардың төрінен. Өсербайдай ұлы инженер педагог, асыл адам өміріне көңілі тоқ. Ауыл шаруашылық техникумын басқарған, зейнеткерге жайылған әппақ дастархан. Білім деген саласының үздігі, бесеу екен сүйген, жақсы ұл қызы. Шайзадада ұстаз деген ардақтым, 5 перзентті тәрбиелеген салмақтым. Батырбайда форма киген батырың, 3 перзентті тәрбиелеп отырдың. Зейнеткер болып жатқан емес еңбекқор, ұрпақ үшін талай таңдатырдың. Ер батыр да түлкі бастың асылы, ол барғанда есіктері ашылды. Төраға боп колхоздарды дамытты, 4 перзенті сыйлағандай жарықты. Гүлжан ұстаз 4 үміті бар екен. Зейнеткерім Алла оларға жар екен. Каримада апа екен ардақты, 3 перзентке білім берген жан жақты. Бақытпен бірге Гүлзейнет асыл алтындар, ұрпаққа әркез риза болып жүрген қалқың бар. 3 қызы шетел, тілдерін еркін сөйлеген, кәсіпкер өзі тірлігі жоқ одан артылар. Салима ұстаз, тарихшы жары қасында, Бағдәулетпен бақыт қонған басына. 3 перзентке адал жолды таңдатқан, барлықтары көмектескен жан жақтан. Ұстаз екен Халима мен Балжан да, 3 перзентпен Халима жеткен арманға. Бір ұлымен бақыт екен Балжаным, Индира мен Қасымжанда 4 екен балдарың. Жалғастырған шаңырақты киелі, келген жерін Майра келін сүйеді. Нұр бол, ай бол, мирас пенен баяның, ұрпақ тойлап, санаң менен ояндың. Майра келін медицина саласын, меңгерген соң таза жүрек анасың. Нұрболда кәсіпкерлер заманда тек пайдасын тигізетін адамға. Аман қылыш Батырбайдың тұяғы, хирург маман шарықтатқан ұяны, ерте кетті амалғанша өмірден, 2 ұлы шығармаған көңілден. Әскер бекпен Рамазан жиған иманды, әкелерін кім келмеске қияды. Алматыда ұлдар орнын тапқандар, Батырбайдың шырағын мәңгі жаққандар. Айжанда ұстаз мақтанып жүрген ұлымен, 5 ұлға 5 келіндер келген нұрымен, 8 қызға 8 күйеу ергенім, 40 немере 52 шөбере көргенім. 2 қызыл жұлдыз берген майданында, санай алмайсың медальді қатар қойғанда. Докторлық қорғап депутат болған алтыным, 55 жыл жібегаймен бір болған, талай қиын естен шықпас күн болған. Жібегай ана, батыр деген аты бар, 13 туған анадан туған батырлар, атағымен орден таққан жүрекке 55 жыл бірге тұрған атың бар. Алға бастай ауылының мектебін 2 рет сап себепші боп терледің. Ауылдағы жандарға білім алғыздың. Жеңіс күні парадта болған ардағым, президенттен шақырту алған тұлғамсыз. Сурет ілсек, биіктерде тұрғансыз. Сталиннен алғыс қатты алғаным, ардагерлер кеңесінде қалғаным, Түлкібастың қалаулысы депутат, асқақтаған абыройыңмен қорғадым. Әкеміз Нышанбай мен, аналарымыз Гүлбаршын Жібегай, келіндеріміз Аятқан Құралай, қарындастарымыз Индира, інілеріміз Қасымжан, аман қылыштардың жатқан жерлері, жайлы төрлері жұмақ болғай.